ерте кем болмайды баталы құл. Бата менен шашайын жемісті гүл. Отырған алдымдағы әжелердің әуелі жасын ұзақ бақытты қыл. Биылғы жылдың Наурыз мерекесі қасиетті Рамазан айымен қатар келді. Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық ұйымының Алматы облысы Іле аудандық бөлімшесі наурыздағы көрісу дәстүрі мен ауызашар іс-шарасын қосып ұйымдастырды. Қыстың көзі қыраудан аман есен өттік, Аллаға шүкір. Еліміз тыныш, көңіліміз шат, мынадай керемет. Қашан да болмасын, қай игі іс болмасын, қандай ұлы бастама болмасын, соның басында әрқашанда аналар жүретіні анық. Жорғалатып келгенде майыр көңіл жай болсын. Ай жағыңа қарасаң, алдыра бере болмасын. Күн жағыңа қарасаң, көрсет бере болмасын. Күншіл бол, мұт сорғайдай күншіл бол. Бәйтерекке күнді бол, қайғанырдай бол. Бұраға тересін де бір, отқа салса жалмасын. Суға салса бақпасын. Кәрі берген есірен, Камиля Брашеваның бастауымен Іле аудандық аналар қауым ұйымдастырған амал көрісу мен оразадағы ауызашар іс-шарасында атадан балаға жалғасқан бауырмалдық көрініс тауып, мейірім мен сүйіспеншілік шапағат шашты. Ұлттық дәстүр жарқырай жанданып, күн тарихқа тіл бітті. Көрісудің мағынасы мен мәні, парасатты мазмұны деген осы болар. Бір ауылдың аналарындай болып қалдық. Көрмесеңіз дейтіндей халге жеттік. Бауырмастық деген осы болар. Ел мен жер тыныш, басыман бауыр бүтін, жұрт шат-шадыман, көктемнің күні нұрын түге күлімдеп. Әлем мұң құбыла аударылып төңкерілген мына беймаза заманда адамға бұдан артық қандай бақыт керек?